Ұлы даланың руханияты және түркі әлемінің дүние танымы, әдет ғұрып, салт санасының бастауы, көшпенділер өркениетінің құндылықтары, тамыры терең тартқан діни наным сенімнің қайнар көздері. Осы текті рухани мәдени мұралар тақырыбы қамтылған құнды деректері мен қасиет атты кітаптан танысуға болады. Танымдық еңбекте танымал қазақстандық ғалым Арман Нұрмұхамбеттің зерттеу жұмыстарының нәтижелері келтірілген. Негізінен дәстүрлі түркілік дүние танымның бастауы саналатын тәңіршілдікке қатысты ғылыми тұрғыдағы сараптамалар. Бұл көне діни сенім түркі халықтарының ғана рухани құндылығы емес. Ғалымдар оны жалпы адамзат тарихының маңызды деген мәдени мұраларының біріне жатқызады. В основном тенгрианцев в первую очередь сохранилось в традициях. Негізінен тәңіршілдік көне салт дәстүрлермен бірге бүгінге дейін жеткен. Тәңірге табыну, аспан әлеміне құлшылық ету көшпенділердің тұрмыстық салтында болды. Олар бағзы заманнан діни сеніммен қоршаған ортаны бөліп жармай үйлестіре білді. Сондықтан тәңіршілдіктің жұрнақтары сол көшпенді халықтың ұрпақтарында сақталған. Әсіресе қазақ, қырғыз, башқұрт, түркмен халықтарында бабалардың көне дәстүрлері әлі көрініс тауып келеді. В кыргызском, башкирском, туркменском более сохранились древние обычаи предков.